Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Балалық шақтың дәмін елестететін тәттіміз құмырсқа илеуі, яғни муравейникті дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Сүт, ерітілген сары май, қант және ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды кішкентай көлемде қалың етіп жайып аламыз. Видеодағыдай етіп бөліктерге бөлеміз де мұздатқышқа 2 сағатқа қоямыз. 2 сағаттан кейін қамырдың бір бөлігін аламыз да оның үстіне үкіштен осылай өткіземіз. Осылай оның елеп тастаймыз да қалған қамырын листке саламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Бөлек ыдысқа сары май, вареная сгущенка және бал салып араластырамыз. Орташа отқа қойып, ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз. Пісіріп алған печеньеларымыздың үстіне ерітілген массамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Формасын өз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен балалар бөтелкесінің ыдысын қолдандым. Ішін сулап алып, престеп салатын боламыз. Толық рецепті видеоның астында описание бөлімінен таба аласыздар. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.